исламофобия деген бар. Яғни исламды құбыжық көрсету арқылы қоғамды бөлу деген сияқты. Бізде соны шеткі ұшқынын байқап үнемі айтып жүремін. Яғни мысалы айталық бір топтағы деп айтайықшы, қандай топ, діни тілдік деп айтайық. Сол топтағы кейбір оңбаған, надан адамдардың видеосын түсіріп алып, кейсін қайта-қайта көрсету арқылы мына бүкіл топқа, бүкіл жамағат деп айтайық, топ деп айтайық, осыларға жек көрушілікті, хейтті көбейтуді біз қоғам ретінде менің ойымша әртүрлі сызықтар бойынша бөлініп кету қаупінде тұрған сияқтымыз. Өйткені жаңа өзіңіз де бір сөзіңізде айтып қалған сияқтысыз. Егер шын кірісетін болса, біздің қоғамды 40-қа бөліп тастау оп-оңай. Өйткені оның үстіне бір-бірін жиіндеп отыр көп мәселеде, әсіресе жаңа өткен мәселелер деп айтайықшы, атын атамайын. Сондықтан да менің ойымша біз өте күрделі сондай бір концептуалды бір ненің алдында тұрған сияқтымыз. Яғни бізді бір не біріктіреді деген сұрақтар ғой. Ол енді әрине ол құқықтық мәселе, әрине ол рухани мәселе, ол не біріктіруі мүмкін біздерді. Саяси, экономикалық мүдде болуы мүмкін.